Жер бетіндегі ең ауқымды музыкалық мұралардың бірі қазақтың еншісінде десек артық айтқандық емес. Дархан даланы қоныс еткен көшпенділер мәдениетінің озық үлгісінің бір бөлшегін музыкалық аспаптар құрайды. Олар жаугершілік заманда да, бейбіт күнде де халықтың қуанышы мен қайғысын білдіретін серігі іспеттеді. Алайда замана көшінде көптеген жәдігерлердің көмескі тартқаны секілді, кейбір музыкалық аспаптар ел есінен ұмыт бола бастады. Соның бірі Мессірнай аспабы. Өкінішке орай бұл аспаптың дәстүрлі бір нақышы бізде сақталмаған, орындаушылар қалмаған, күйлері, бір әуендер болсын, ештеңе сақталмаған. Көз жүгіртіп қарасақ, біздің тарихымызға жалпы біздер көптеген музыкалық аспаптарымызды тек атауы да қалып, музыкалық аспабының өзі жоғалып кетіп, немесе тіпті кейде тек атауы емес, музыканың аспабының түбегейлі жоғалып кетіп, енді міне жаңғырып жатқан жағдай бұл заңды нәрсе деп ойлаймыз. Өйткені мына көшпелі қазақтың мына ұлы даланың арғы шетімен бергі шетіне жаугершілікпен жүрген кезінде әрине көптеген ұлттарда сақталып, кейбір ұлттарда дамып, ал кейбір ұлттарда жоғалып кетуінің өзі өте тарихи заңдылығы бар ғой деп ойлаймын. Өйткені қарап отырсаңыздар, біздерде кезінде жетіген деген аспапты шығардық, оны жасап та шығардық, бірақ оның құлақ күйін қалай кетіреміз, оны қалай ойнаймыз деген үлкен бір сұрақ туған болатын еді. Содан осы Алматыға бір Хакастың өнерпаздары келген кезінде, солар чатхан деп аталатын аспабын көрген кезінде жерден жеті қоян тапқандай қуандық. Өйткені сол аспаппен олар кәдімгі өздерінің хай дейді, өздерінің жырларын сонымен жырлап кәдімгі айтып отыр. Міне содан бастап жетіген аспабы қайтадан жаңғырды. Мессірнай үрлемелі аспаптардың ішінде тұтасы мен теріден жасалатын жалғыз нұсқасы. Қазақ даласында бұл аспаптың болғандығын Сарыбаевтың «Қазақтың музыкалық аспаптары» атты еңбегінде мына жолдар анық меңзейді. Болат Сарыбаевтың өзінің жаңағы еңбегінде мынандай бір сілтеме келтіреді. Юдин деген ғалым өзінің «Қырғыздар» атты этнографиялық очеркінде осы Астрахан қазақтарында үрлемелі аспаптардың жаңағы дыбысы волынкаға ұқсас бір аспап бар дейді. Болат Сарыбаев айтады, бұл қазақ халқында үрлемелі аспаптардың жаңа Састырнай, сыбызғыдан басқа да түрлері болған дегенді меңзейді. Көшпенділердің төлтума аспабына жат елдің саяхатшылары қатты қызыққанын болжау қиын емес. Басқа халықтарға қай жолмен қалай жеткендігі жайлы шындықтан гөрі аңыз оқиғалар басымырақ. Ең маңыздысы, ол өзінің жаугершілік қасиетін сақтап қалды. Шотландияда Мессірнайдың бір түрі волынка атымен белгілі. Осы волынка король әскеріне қарсы күрестің символы болған. Сондықтан корольдік билік оған ұзақ уақыт бойы тыйым салып келді. Бұл аспап түрік халықтарында болған дегенде көп ғалымдар айтады. Көп ғалымдар осы өркениеттің осы түркілерден, көшпенділерден басталған дәлелдеп жазады, меңзейді. Солардың бірінде мен осы жаңағы Жұмажан Байжумин деген ағаның кітабын оқыған кезде, ол кісі осы тұрғыда жақсы пікірлер айтады. Бұл қазіргі шотландықтарға мынау волынка аспабы осы көшпенді түркілерден барған деп айтады. Қазіргі шотландық ғалымдардың өздері көбісі бұл аспаптың, волынканың шотландықтардан шықпағандығын дәлелдейді. Сонау кельттері бар, кельттерге осы теңіз қарақшылар арқылы осы көшпенділерден жеткен дегенді айтады. Яғни бұл түркі халықтарының аспабы болған деген сөз. Тылсым дүниелерді бойына жинаған осы аспаптың атауына байланысты да көптеген пікірлер бар. 80 жылдары осы Болат Сарыбаев атамыз бастаған Дәркембай Шоқпарұлы және де тағы да басқа зерттеушілер, ғалымдар, шеберлер осыны дамытып қолданысқа енгізген болатын. Бірақ арнайы осы ең қазіргі мәселе, ол арнайы желқабыз аспабына арнайы шығарма жазылмаған. Және де бұны арнайы бір үлкен сахнаға жеке аспап ретінде ойналмаған бұл аспап. Және де желқабыз аспабын жасау және бұның енді орындау дәстүрі мүлдем үзілген енді, шыны керек. Сондықтан осы мәселені бірінші орынға қойып отырмыз. Көшпенді халқымыздың көне мұрасын қайта жаңғыртуға бағытталған қадамдар бұған дейін орын алған.
Бул катарда ұлт тарихында мәңгі сақталған ұлы тұлғалар Өзбекәлі Жәнібеков пен Нұрғиса Тілендиев есімдерін атап өту керек. Бұл үшінші эксперименталды нұсқа болады. Себебі біріншісі Өзбекәлі Жәнібеков аталарымыздың жасаған нұсқасы, екіншісі отырар сазының оркестрінде жұмыс істеп жүрген ағаларымыздың біреу шеберлердің біреу жасаған екен. Эксперимент өкінішке орай ол аспап жоғалып кетті. Үшіншісі бұл біздің қолымыздағы қазіргі аспап. Бүгінде жарыққа шығып қалың қазақты таң қалдыратын, күнді күтіп жатқан аспаптар баршылық. Желбуаз өз жоқтаушысын енді тапқандай. Бұл жерде жалпы үрлемелі желқабыз аспабының біріншіден төл нұсқасы жасалады. Екіншіден желқабыз аспабына тән ұлттық музыка шығармалар жазылады. Үшіншіден желқабыз аспабына лайықтап жаңа музыка шығармаларды дыбыстандыру, енді шығармалар жазылады, оны дыбыстандыру, ары қарай сахнаға шығару, сөйтіп дамыту. Мес Сырнайдың халық жадында ұзақ сақталмауының негізгі себептерінің бірі жасалу жолының күрделілігі мен ойнаудың өзіндік ерекшелігінде. Желбуаз аспабы негізі ертеректе жасалған да қамыстан жасалған екен, бірақ ол сол жергілікті жердің қатты қамысы болса керек. Біздің жасап жатқан қамыстар шыдаған жоқ. Сол себепті біз оның орнын ауыстыру үшін көп материал қолдандық. Қамыстың өзін қолдандық әуелі. Ол тұрақты болмады. Одан кейін шпон дейтін, ең жұқа ағаштан шпоннан трубка істедік. Дәл қамыстықмен бірдей қылып, диаметрін бірдей қылып, осындай тауып алып, қалыпқа орап. Бұдан да шықпады, себебі бұлда табиғи дыбыс бермейді бәрібір. Сәл қалың болғаны керек. Содан кейін ағашқа көштік. Ағаш, бук ағашын таңдадым, қатты ағаш. Оның әуелде басына мынандай ысқырғышын бөлек салып жүрген болатынбыз. Сөйтсек, бар қателік осы да екен. Негізінде өзінде болғаны дұрыс екен. Тәуелсіздіктің арқасында өшкеніміз қайта жанып, өлгеніміз тірілген күнге де жеттік. Міне бүгінгі отырысымызда осы саз аспаптар музейіне мен үлкен сәттілік тілегім келіп отыр. Көптен бері осы ғылыми орталыққа айнала алмай жүрген осы музейде міне бүгін үлкен бір жаңалықтар шығып жатыр. Талантты жастар, осы музейдің қызметкерлері, орындаушылар, музыка зерттеушілері осы жерге бас қосып жатыр. Міне солардың барлығының тізе қосуының арқасында мен ойлаймын, осы аспап қайттан жаңғырып, өмірге қайттан енеді ғой деп. Өйткені бүгін міне барлығымыз ойлана отырып, осы аспаптың Мес Сырнай деген атауына тоқтадық. Өйткені бұл най деген мына көптеген түрік халықтарындағы мына үрмелі аспаптарға, үрлемелі аспаптар дейміз, үрмелі аспап дейміз, осыған тән. Міне егер саз Сырнай дейміз, кернай дейміз, міне осы сияқты. Міне бүгін Мес Сырнай деген атауымыздың өзі бір орынды сияқты болып, бүгін міне осыған тоқтап, өзіміз барлығымызда осыған бір ауыздан орындаушысы бар, ғалымдар бар, осы жерде ақсақалдарымыз бар, барлығымыз осы атауға тоқтадық. Осы аспаптың болашағына мен үлкен сәт сапар тілегім келіп отыр. Көне замандардан бастау алатын музыканың ұлан асыр көші бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Келешек ұрпаққа аманат қылар мұрамыз көп болсын.